Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен мен детский макасиді оқитын боламын. Міне осылай әдемі шықты. Ол үшін мен каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазып кетуді ұмытпаңыздар. Детский макасиді алдыңғы видеомда мен өзіме макасиді оқыған болатынмын. Сол жіптен қалып кетті. Ол жіптің қалғанын мен детский макасид оқиын деп шештім. Размері 25. Осындай табан алдым. Крючок и плавка керек болады. Ол үшін ішіндегі несін ұлтарағын алып қоямыз. И мен бастадым. Мына жерде өзі табанның сызығы болады. Сол сызықтың алдындағы сызықтан бастадым. Міне үш жерден мен бастадым. Осылай әр көзден екі петлядан алып шықтым. Міне екі петлядан алып шықтым. Тоже мына әр көзінен екі петлядан алып шығамын. Бұлай ұстаймыз. Қатты тартып тоқымаңыздар. Қатты боста болып қалмасын. Екі. Осылай әр көзден екі-екіден алып, айналдырып тоқып шығасыздар. Осылай айналдырып тоқып шығасыздар. Мына жіптеріңізді ішіне кіргізіп тоқып кетіңіздер. Осылай. Осылай айналдырып тоқып шығасыздар. Екі-екіден аласыздар әр көзден. Міне құрметті көрермендер, мен айналдырып тоқып шықтым шетіні. Мына жерге келдім. Енді бұны біз бірлестіреміз. Міне осылай біріктіріп алдым. Сосын бір тоқып аламыз да, келесіні немен осылай жай ғана тоқумен айналдырып тоқып шығамыз. Әр көзден бір-біреуден алып, осылай дәл осылай міне. Мына көзден аламыз, бұлай тоқимыз. Мына көзден аламыз, бұлай тоқимыз. Дәл осылай тоқып шығамыз. Қай жерден бастадық, сол жерге дейін тоқимыз. Мына жерге дейін тоқимыз. Айналдырып тоқимыз мына жерге дейін. Мінекі достар, мен айналдырып мына жерге дейін тоқыдым. Екеуі тең болды бізде. Осылай тоқып келдім. Плавканы қадап қоясыздар. Келесі қатарымыз бізде жіпті осылай өткіземіз. Келесі қатардан біз тіке осының үстінен тоқымаймыз. Екі петля қосып тоқимыз. Міне. Екі петля алға жылжимыз. Дәл осылай тек астынан бір тоқып аламыз. Тек астынан осылай тоқып кете береміз.
әр көзден бір астынан алып тоқимыз. Барлық көздің астынан. Осылай астынан алып тоқимыз. Сосын біздер мына бірінші қатар ғой, мына барлығын астынан алып тоқыдық. Екінші қатарда тағы да жай тоқимыз. Сосын үшінші қатарында тағы да барлығын астынан алып тоқимыз. Үшінші қатарда тағы 2 петля қосып аламыз. Қараңыздар. Мына бірінші қатарымыз, мына екінші, мына үшінші, мына төртінші қатарымыз уже 4 қатар осылай тоқимыз. Бірінші жай тоқып аламыз бір қатар, екінші қатар тек барлығыны астынан осылай алып тоқимыз. Астынан осылай алып тоқимыз. Дәл осылай астынан алып тоқимыз. Соңына келген кезде, міне достар, мен соңына дейін айналып тоқып шықтым. Айналып келдім. Мына жерге келгенде біздер плавкамызды тегіні күртшыққа өткіземіз. Сосын жібімізді іліп алып бір тоқып аламыз. Сосын мына жақта 2 көзді қосып алдық қой. Мына жақтан да біз 2 көзді қосып аламыз. 2 көз қосымша тоқимыз алға қарай. Алға қарай тоқыдық. Енді тағы да плавкамызды біз қыстырып қоямыз. Плавкамызды қыстырып қоямыз. Жібімізді бер қарай алып өтіп, тағы 2 петляны қосып, 2 петля алға қосып тоқимыз. Біріншісі, екіншісі. Ал енді жай ғана әр көзден бір-біреуден алып тоқып кетеміз. Жай тоқумен осылай тоқып кетесіздер. Жай тоқумен осылай тоқып кетесіздер. Бізде мынау бірінші қатарымыз болды. Енді қазір біз екінші қатар тоқып жатырмыз. Жай тоқып келесіздер. Мына жерге келген кезде жай тоқумен бір қатар тоқисыздар. Мына жерден тағы 2 петля қосып тоқисыздар. Достар, мен тоқып шықтым. Енді мына жерден де 2 петля алға жылжып алдым. Жібімізді тағы да бер қарай алып өтеміз. Тағы 2 петляны қосып тоқимыз. Осылай. Енді біздер жаңа жай тоқыдық қой. Жаңа жай тоқыдық. Енді тек астынан алып тоқимыз. Астынан дегенде, жаңа тоқығандарыңыздың астынан әр көзден бір-біреуден алып мына бірінші қатарымыз, мынау жай тоқылған. Соның астынан ғана алып осылай тоқимыз.
Мына жерде көз бар. Мына әр бір петлядан осылай астынан ғана алып тоқимыз. Сонда біздер келесі қатарда тағы мына жерге келесіздер, екі петляны қосып, плавканы қадап қоясыздар. Қайттан былай қарай келгенде жай тоқисыздар. Тағы да айналып келген кезде сіздер тек осылай астынан тоқисыздар. Сонда біз мынандай не болып шығады? Міне жолы көрініп тұрады сол кезде. Сондайдан біз бір жол, екі жол, үш жол, төрт қатар тоқимыз осылай. Табан жағын төрт қатар тоқимыз. Бір жай тоқисыздар, екіншісі тек астынан ғана алып тоқисыздар. Жай тоқисыздар, астынан алып тоқисыздар. Жай тоқисыздар, астынан алып тоқисыздар. Солай төрт қатар тоқып шығамыз. Мінекі құрметті көрермендер, мен төрт қатар тоқып болдым. 1, 2, 3, 4. Төрт қатар тоқыдым. Осылай жан-жағыдан екі петля қосып, көбейтіріп бардым. Сосын біздер мына бір қатарыны бір жай тоқыдық, бір астынан тоқыдық, иә. Сол кезде осылай ұзор шықты. Сол тоқығанымыз бізде төрт қатар. Міне 1, 2, 3, 4. Төрт қатар. Енді біз плавканы кіргізбейміз. Мына жерін күрчокқа іліп аламын. Жай тоқумен әр көзден бір-біреуден жалғастырып тоқып кетемін. Жай көзбен жалғастырып бұлайнан тоқимын. Айналдырып тоқып шығамын. Мына жерге дейін. Жай тоқумен міне. Дәл осылай. Әр көзден бір-біреуден Мінекі құрметті көрермендер, бұлай бір қатар тоқып шықтым. Алдын тоқып жатырмыз. Алды 1, 2, 3 қатар жай тоқимыз. Осылай. Қазір бір қатар жай тоқыдым. Екінші қатарында плавканы қыстырып қойдым да, жібімізді алып өтемін бері қарай. Міне жібімізді алып өтемін. Мына жерінен қалдықпау, дәл осы жерден бастап жібімізді бұлай бір тоқып аламын. Әр көзден бір-біреуден дәл осылай тоқып кетемін. Әр көзден бір-біреуден осылай тоқып, мына жіптеріні сіздер ішіне кіргізіп бірге тоқып кетіңіздер, иә. Сосын мына жерге жеткен екен, тағы осы жерге дейін тоқып аламын. Мінекі құрметті көрермендер, мен екінші қатарында осылай тоқыдым. Соңғы жеріне келдім. Енді біздер мына жерде бір көз бар. Сол жерден плавка тұрғанның астындағы көзден жібімізді алып шығамыз. Бір тоқып аламыз, осылай. Бір тоқып аламыз. Сосын плавканың ішіндегіні кіргіземіз. Тағы бір тоқып аламыз осылай. Ендігі кезек мына жері не болып қалмау үшін ашылып қалады әйтпесе. Сондықтан біз мына беттегі көзден кіргізіп, тағы осылай жалғап тоқимыз бір-біріне. Осылай тоқыдық. Тағы да плавкамызды кіргізіп аламыз. Плавкамызды кіргіземіз. Осылай болып шықты. Білінбейді.
Сосын тоқып атқанымызды осылай жүндеп қоямыз. Ал жібімізді тағы да мына бетке өткізіп, тағы мына жерден бастаймыз. Біз 3 қатар тоқуымыз керек. 2 қатар болды. Енді 3-ші қатарынан тағы да тоқимыз. 3-ші қатарын тоқимыз. Жай тоқумен осылай 3-ші қатарында соңына дейін осылай бастаймыз. Мына жерге әкеп тоқтаймыз. 3 жерге дейін тоқимыз қазір. Мінекей құрметті көрермендер, мен де 3 қатар тоқыдым алдыны. 3 қатар ол осылай тоқылды алды жағы. Енді біздер мына жерін ғана тоқимыз алдының. Бірінші басында бізде 4 гүл шығарамыз. Қараңыздар, 1, 2, 3, 4. Осы 4 гүлді қазір біз шығарамыз. Мына жерге булавкамызды қыстырып қойдық. Жібімізді бұлай алып өтеміз да, бұлай қарай алып өтеміз. Мына табанның өзінің ортасында жібі сызығы бар, мына жерінде сызығы бар. Сол сызық ортасы болып саналады. Сызықтың мына жағында 2 гүл, мына жағынан 2 гүл түсіреміз. Мінекей құрметті көрермендер, мен ортасını белгілеп алдым. Жібімді өткізіп алдым. Бұлай қарай мына жерден бір тоқып аламын. Осылай 2 воздушный аламын. 2 воздушный алдым. Накид алып, міне көрермендер, 2 гүл алдым. Енді бір воздушный аламын. Накид алып, бір көзді қалдырамда, екінші көзден тағы 2 гүл түсіремін. Дәл осы неге көзге тағы бір, сол кезде бізде 2 гүл түскен болады. Тағы бір воздушный аламын, накид аламын, бір көзді қалдырам, екінші көзден бір көзді тастаймын да, бір көзден тағы да осылай тоқимын. Құрметті көрермендер, бір қатарын бітірдік. Енді біздер бір воздушный алып, бір нені қалдырып, екіншісінен не дейді? Просто тоқып аламыз. Осылай. Мінекей құрметті көрермендер, бірінші қатарын тоқыдым. Осылай булавканы қадап қойдым. Жіптеріңізді былай қарай өткізіп, келесі қатарды бастаймыз. Бір петляны қалдырамыз, мына жерден бір көзді. Екінші көзден біз күршегімізді кіргізіп, жібімізді алып шығамыз. Осылай жай ғана бір рет тоқимыз. 2 воздушный алсақ та болады. Накид аламыз. Сосын келесі немізден біз 2 столбик шығарамыз. 2 столбик шығардық. Бір воздушный аламыз. Накид алып, тағы да 2 столбик шығарамыз. Ортасынан. Мына ортасынан тағы столбик шығарамыз. Бір воздушный аламыз. Тағы да 2 гүлдің ортасынан 2 столбик шығарамыз осылай. Тағы бір воздушный аламын. 2 столбик шығарамын. Бір воздушный, 2
2 столбик. Мына жерден bir көз тастап, екінші көзден жаңағы жіптеріңізді bir рет осылай тоқып аласыздар. Осылай тоқып аласыздар. Мына жерге булавканы қайттан қыстырып қоясыздар. Міне осылай. Сосын жіптеріңізді тағы да былай қарай алып өтіп, bir көзді тастап, екінші көзден тағы дәл жаңағыдай осылай тоқып кете бересіздер. Өте оңай. Осылай тоқып кете бересіздер. Мінекей құрметті көрермендер, менде 3-ші қатар тоқылды. Енді тағы да жібімді алып өтем бері қарай. Мына жерден bir көзді қалдырып, екінші көзден күршігімді кіргіздім. Жіп алып шығамын осы жерден, міне осылай. Bir рет тоқып аламын. Накид алып, менің астағы көзден 2 столбик шығарамын осылай. 2 столбик шығарамын. Bir накид аламын. Bir воздушный аламын. Накид алып, тағы да мына көздің ортасынан 2 столбик шығарамын. Дәл осылай соңына дейін тоқимыз. Соңына дейін тоқып, мына жерге келгенде булавка дегенде қосып тоқимыз да, қайттан булавканы қыстырып қоямыз. Сөйтіп, мына жақта булавка бар ғой, сол жерге дейін тоқып аламыз. Міне құрметті көрермендер, мен соңғы қатарына келдім. Қазір bir қатар уже тоқимын. Міне соңғысына жетіп қалдым мен уже. Жібімді былай қарай алып өтемін. Bir көз тастап, екіншісінен жібімді іліп шығарамын қазір. Осылай шығарамын. Bir тоқып аламыз жібімізді. Накид аламыз. Мына жерде соңғы көзден 2 столбик шығарамыз. 2 столбик шығардық. Bir воздушный алып аламыз. Тағы да ортадағы көзден 2 столбик шығарамыз. Менде қазір 9-ші қатар. Бұл неден 9 қатар тоқиды екенбіз. Bir воздушный. Осылай соңына дейін тоқимыз. Воздушный. Осылай тоқимыз. Соңына дейін тоқимыз қазір. Соңына келдім, осылай тоқып. Енді мына жеріндегісіне біз bir накид аламыз. Bir столбикті тоқып қойдық. Екінші столбикке келгенде соның қасынан жібімізді алып шығамыз. Бізде күршігімізде 3 петля болды. 4-ші петля қылып, біз мына булавка дегені күршікқа өткізіп аламыз. Булавка дегі жібімізді де күршікқа өткізіп алдық. Күршігімізде 4 петля болып тұр. Соны жібімізді іліп, 3-өні бір шығарамыз, 2-өні бір шығарамыз. Енді бізде бұл соңғы қатар болғандықтан мына булавканы де шығарып тастау керек. Біз бұған келесі булавка дегі нені күршікқа өткізіп аламыз. Өткізіп аламыз күршікқа. Оны да осылай 2-өні бірге осылай шығарып
тоқимыз. Екеуін бірге шығарып тоқимыз. Мына жерде қасындағы бір бір көзден кіргізіп осылай шығарамыз и тоқымаймыз. Просто жауып тастаймыз бұлайынан. Бұлай осылай жауып тастаймыз. Осылай жабып, міне қараңыздар, біз алдыны бітірдік. Енді айналдырып, біз резинка тоқып шығамыз. Өйткені резинка тоққанда балалардың аяғынан түсіп қалмайды, жақсы ұстайды екен. Резинка өте ыңғайлы. Міне осылай резинка қылып екі қатар тоқып шығамыз. Балалардың аяғынан түспейді, өте жақсы екен, әдемі көрінеді. Қараңыздар, осылай резинка қылып айналдырып тоқып шығамыз. Ол үшін бізге осы жібімізбен не аламыз, накид аламыз. Бір ішкі жағынан осылай тоқимыз. Біресе сыртынан тоқимыз. Бұл бізде резинка болып шығады. Дәл осылай айналдырып тоқып шығамыз. Неге құрметті достар, мен бір қатарын айналдырып тоқып шықтым. Соңына келдім. Соңын тағы бір көрсетіп жіберейін. Бір алдынан аласыздар. Бір алдынан осылай аласыздар. Резинка тоқу үшін тоқимыз. Бір арт жағынан, артынан кіргізіп, жібімізді алып шығамыз. Сосын екеуін бірге істейміз. Тағы да бір алдынан, бір артынан. Осылай, дәл осылай резинка тоқып шығамыз. Айналдырып тоқып шықтық. Енді тағы бір қатар тоқып шығамыз. Бұдан біз екі қатар тоқуымыз керек. Осылай тоқып шығамыз. Қазір тағы бір қатар тоқимыз резинканы. Жалғастырып тоқып кете бересіздер. Бұнда бізде артын екінші қатары өте оңай. Өйткені қай неге келдік, солай тоқып кете береміз. Жалғастырып. Міне достар, мен соңғы қатарына келдім. Сіздерге көрсетіп жіберейін. Резинканы қазір біз мынандай алдынан аламыз. Осылай. Сосын артынан аламыз тағы да. Сонда біз екі қатар тоқимыз резинканы. Міне осылай дайын болды. Макасиміз өте әдемі шықты. Осылай соңғы қатарына екі қатар резина тоқып аламыз. Міне айналдырып екі қатар резина тоқимыз. Өте әдемі шықты.